Ислам діні ең алғаш келе салысымен әйел адамның құқығын көтерді. Пайғамбарымыз өз тірі кезінде де айтып кетті, сендердің ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы болғандарың деп. Жалпы қазақ ата-бабамыздың өзі әйел адамды қалай құрметтеген, біздің салт дәстүріміздің өзіне әйел адамның құрметін алып келген. Қыз бала келетін болса, міндетті түрде де қонаққа төрге отырғызған, әйел бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді деп. Әйел адамның құқығы, өзінің жеке бар, әйел адамның өзіндік міндеттерімен қоса, әйел адамның өзіндік жеке құрмет тұтатын адам ретінде біздің ата-бабамыздан да, салт дәстүрімізден де, дінімізден де байқаймыз. Сол үшін қазіргі таңдағы мысалы әйел адамның құқығы жоқ, ол білім алмай ақ қойсын деген сияқты сөздердің барлығы орынсыз деп айтар едім. Ислам дінінде білім алу парыз, білім алу еркектерге парыз, немесе әйелдерге парыз деп келген жоқ. Деструктивті ағымдар өздеріне ыңғайлы қылу үшін Құранды оқыса жетеді деп ойлайды. Ал Құранды оқитын болсақ, Құрандағы ең бірінші сүрені өзі оқы деп келіп отыр, көріп тұрғаныңыздай. Барлық адам міндетті түрде білім алу керек. Дінімізден айтатын болсақ, барлық адамға білім міндетті болмаса, онда пайғамбарымыздың тұсында әйел сахабалар болмас еді. Тіпті пайғамбарымыздың әйелі Айша ең көп хадистер жеткізген. Әйел адамдардың арасында да. Пайғамбарымыздың әйелдеріне білім бермес еді, егер білім алу ешкімге міндетті болмаса. Сол үшін қазіргі таңда біз уағыз насихатты көбірек жүргізу керекпіз әйел адамдардың арасында.